Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, ағайын, амансыздар ма достар? Ел жаңалықтары. Жыр болған Башкенова 8 жылға сотталды. 3 бап бойынша, әрине. Біріншісі ол ең біріншіден заңсыз кәсіппен айналысу, екіншісі жалған ақпарат тарату, және үшіншісі біреудің мүлкін қолдану. Яғни қалай түсіндіріп беруге тырысайын бұл жерде. Жалған ақпарат тарату деп отырғанымыз, ол әрине өзінің жанында жүрген журналистердің барлығы оған бұл ақпараттың немесе ана ақпараттың жалған, өтірік және де шындыққа еш жанаспайтынын айтса да, бұл Башкенова бүкіл жерде сол ақпаратты жариялап тастады және өтірік болса да дәл осындай дүниемен резонанс тудыруға тырысты дейді. Одан қалды жаңағыдай біреудің мүлкін қолдану, яғни тек өзіне 30% ғана тиесілі, бірақ 70% басқа адамға тиесілі болған мүлікті қолдана отырып, және де ол жақтан ақша шығару дүниелері болған екен да. Одан кейін әрине мынау жаңағы заңсыз кәсіппен айналысу. Бұл істі қозғап жатқан кезінде 27 миллион теңге Башкеновада қайдан жүр деген сұраққа бұл Башкенованың өзі жауап бере алмады деген әңгіме бар. Сондықтан 3 бап бойынша Башкенованың үстінен іс қозғалып, бүгін 8 жылға сотталып отыр. Бұл туралы Қазақстанның барлық деп айтсам болады, біраз деп те айтсам болады, арналары жарыса жазып жатыр. Ел жаңалықтары осындай, ағайын, аман болайық, бар болайық.